Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі тақырып түскі ұйқының пайдасы. Ұйқының қанбауы көпшілікке таныс жағдай. Сондықтан күндіз ұйықтап алғымыз келіп тұрады. Ғалымдардың айтуынша, түскі ұйқы жүрек қан тамырлары ауруларынан болатын өлімді азайтады. Ми және көру жұмысын жақсартады. Ағзаны қалпына келтіреді. Ол үшін қалай дұрыс ұйықтау керек? Егер қалыпқа келгіңіз келсе, кешке баяу ұйқы фазасында көз жұмып алыңыз. Күш жинап алу үшін 1,5 сағат жеткілікті. Ал егер шығармашылық сергектік керек болса, күндіз ұйықтап алған жөн. Жылдам ұйқы фазасы шамамен 1 сағат алады. Қысқа ұйқыдан, яғни 20 минут, пайдасы бар. Ол ұйқысыздықтың салдарынан құтылуға көмектеседі. Одан соң азырақ ұйқылы бола түсесіз. Ал басыңыз алдағы 2 сағат бойы жақсырақ жұмыс жасайтын болады. Нешеде жатқан дұрыс? Ұйқыға арналған жақсы уақыт 14:00-ден 16:00-ге дейінгі аралық. Бұл кезде баяу және жылдам ұйқы фазалары теңеседі. Яғни таңертеңгі ұйқыдан тұрғаннан кейін 6-8 сағаттан соң жату керек. Бірақ егер ұйқыңыз келмесе, өзіңізді арнайы мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Оның орнына кофе ішсе не болады? Калифорнияда 1 кесе кофемен күндізгі ұйқыны салыстырған. Ұйқы есте сақтаудың жұмысын жақсартатындығын, ал кофеин оны нашарлатады, немесе тіптен әсер етпейтіндігі анықталған. Ендеше түнде ұйықтамауға болады ма? Толыққанды түнгі ұйқыны ештеңе ауыстыра алмайды. Ғалымдар көп фазалық ұйқы әдісін де қолдамайды. Мысалы, Леонардо да Винчи әр 4 сағат сайын 15-20 минуттан ұйықтайтын болған. Осылай ұйықтамай жүруге болады деп санаған. Бірақ ғалымдар бұл теорияны жоққа шығарды. Ұйқының пайдасы мен зияны қандай? Балаларға күніне 9-10 сағат, ал ересектерге 6-7 сағат ұйықтаған пайдалы. Түскі мезгілде де ұйықтап алған жаман болмайды. Ми біршама тынығып қалады. Біз өміріміздің 1/3 бөлігін ұйқымен өткіземіз. Бұл тіршілік үшін аса қажет. Bir күн ұйқы қанбаса, адамның түрі өзгеріп, көңіл күйі онша болмайды. Бірнеше күн ұйқысыз өткізсе, бейне бір аурудан тұрғандай түрі қашып, өңі бозарып кетеді. Адам күн сайын белгілі бір мезгілде ұйықтап, белгілі бір мезгілде тұруды әдетке айналдыру керек. Ал егер олай істемесе, ұйқы қанбаушылық пайда болады. Ал ұйқы қанбаушылықтың әсері қандай? Бұған ғалымдардың мына тәжірибесінен жауап табуға әбден болады. Ұйқы адамға соншалықты қажет пе? Деген сұрақ жауап іздеген американдық ғалымдар ұзақ уақыт ұйқысыз тіршілікті зерттемекші болады. 200 сағат. Тәжірибеге Нью-Йорк радиосының дикторы ықылас білдіреді. Алғашқы 135 сағат бойы ол қалыпты жағдайда сөйлеп, әр сағат сайын өзі туралы хабарлап отырған. Дәрігерлер оның хал жағдайын тексеріп, үнемі жүрек қан тамырлары, тыныс алу органдарының жұмысын тыңғылықты бақылап тұрады. Күніне 5 уақыт арнайы дәмді тағаммен тамақтандырды. Диктор мезгіл-мезгіл салқын душ қабылдап бассейнде жүзеді. Соған қарамастан 5-ші күннің кешінде ұйқы мүлде меңдейді. Дәрігерлер ағзаны сергітетін әртүрлі дәрі-дәрмек береді. 6-ші күні айтқанын жаңылысып тұтығып қалады. Кейіннен есінен шатасып, басының сақина ұстайды. Міне ұйқысыздықтың, ұйқы қанбаушылықтың әсері осындай жағдайларға алып келеді. Адам бойына күш-қуат, жігер жинау үшін шаршағанды басып, жүйке жүйесін тынықтыруда тәтті ұйқының маңызы өте зор. Ең алдымен ұйқыға бейімделу керек. Уақытында ұйықтауға үйрену шартты рефлекске айналғаны дұрыс. Ұйықтай алмайтын адамдар ұйықтау қабілетін жоғалтқан жоқ, тек дағдыға айналып кеткен. Ұйқының бұзылуы тамақтануға тікелей байланысты. Тойып ішкен соң, тамақтан соң адам өте мазасыз ұйықтайды. Ащы шай мен кофе де уақытында ұйықтауға кедергі жасайды. Бөлмені желдетіп, ауасын тазартса, іші аса ыстық не суық болмаса, көзге жарық түсіп шағылыспаса, ұйқы қанық болады. Жататын жайлы орынның да маңызы зор. Сонымен қатар жамылатын көрпе де үлкен рөл атқарады. Оның жеңіл, ауа өткізетін, жұмсақ, икемді, оралымды болған абзал. Француз ғалымдары осындай көрпе жамылуды ұсынады. Ауыр көрпе зілдей басып, қан айналасын кемітеді. Соның салдарынан ауа еркін өтпей, дене қатты қызады. Дегенмен адамның үйреншікті әдеті бәрінен де жоғары. Қызба, ашушаң, ызақор адамдар және кішкене балалар қараңғы үйде ұйықтай алмайды. Сондықтан оларға жарық жағып қою керек. Оның ешбір зияны жоқ. Ал кейбіреулер жатар алдында 1-2 қасық қант не бал езіп ішеді.
бұл да пайдалы. Бірақ сол тәттілерден кейін ауызды шайып, тісті жақсылап тазалау керек, әйтпесе тіс зақымданады. Кейбіреулердің ұйықтар алдында кітап оқитын әдеті бар. Осының бәрі дәрісіз ұйықтауға арналған жаттығулар. Күнде әдетке айналдырған соң сол дағдыларды қалыптастырса, ұйықтау да оңай әрі күні бойы қалжырап шаршағанды тамаша тәтті ұйқымен жоюға болады. Көпшілігіміз күндіз бір ұйықтап алғанын ұнатамыз. Бір мезгіл алғанның өзі күні бойы жететін күш-қуат береді. Ғалымдар жұмысқа қабілеттілікті арттыру үшін күнделікті түс кезінде 20-25 минут көз іліндіріп алуды ұсынады. Ал ауруханаларда науқасты сағат 15:00 мен 17:00 аралығында тынықтандыратын дәрігерлердің пайымдауынша, мидың есте қалу қабілетін арттыру үшін 1 сағат ұйықтап алу маңызды. Ғалымдар жүргізген зерттеулердің нәтижесі түнгі ересек адамға 7 сағаттық ұйқыдан бөлек күндіз 20 минут тынығып алу қажеттігін көрсеткен. Яғни түскі құс ұйқының адам ағзасына келтірер пайдасы өте зор. Жадында сақтау қабілетін арттырады, күйзелістен қорғайды, шығармашылық қабілетіне оң әсер етіп көңіл күйін көтереді. Ғылыми дәлелденгеннен соң ба, жұмыс өнімділігін арттыру мақсат тұтқан Батыс Еуропа елдерінің кейбір компаниялары кеңселерін арнайы тынығатын бөлмелермен жабдықтап, қызметкерлерге барлық жағдай жасаған. Алайда, қажетті уақыттан көп ұйықтау зиян. Шамадан тыс көп ұйқының әсерінен диабет, жүрек ауруларына шалдығу мен артық салмақ қосу қаупі бар. Атап айтсақ, көп ұйықтау адамның жүрек жұмысын нашарлатады, ағзаны әлсіретеді, есте сақтау қабілеттілігін төмендетеді, басын ауыртады, сергектікті азайтады. Шамадан тыс ұйқы уақытты тиімді пайдалануға да мүмкіндік бермейді. Көп ұйықтаудың әсерінен адам бір күннің ішінде атқаруға тиіс жұмыстарын кейінге қалдырады, немесе мүлдем атқармайды. Сондықтан көп ұйықтаудың кері әсерінің де бар екенін үнемі есте сақтаған жөн. Бүгінге осы. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушанды басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнат деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.